Еліміздің ауызбіршілігі мен ынтымағын, сыйластығын арттыратын көрісу күні де келіп жетті. Бүгін алматылықтар Көктөбенің маңайына жиналып, амал мерекесін тойлауды бастап кетті. Біз де өзіміздің ақпараттық порталымыздың атынан тұрғындардың көңіл күйін білуге келіп қалдық. Бүгінгі мынау Көктөбедегі Наурыз кешіне келдік. 14-24 аралығында біздің қалалықта үлкен мереке кештері ұйымдастырылып жатыр. Әрдайым сіздерді сол мерекелік кештерді көргіміз келеді. Бүгін көрісу күні қазақта біз Малжан аман ба деген қазақпыз. Бұл дәстүр өзі бастан Малжанның қыстан аман есен шыққанына кезінде қазақтар бір-бірінің ауылына барып көрісіп қыстан шыққанына. Содан қалған дәстүр қазақ өзі ауызбіршілікке шақырған халық қой. Сондықтан ауызбіршілігіміз мығым болсын. 60-шы жылдары сол Наурыз осы көрісу күні Алматы қаласының өзінде осы Көктөбенің төрінде тойланатын болған екен. Бүгінгі таңда осыншама жылдарды артқа тастап, қайтадан соны дәстүрге айналдырып, бүгін міне Көктөбенің төрінде сол көрісу мерекесін халықпен ашық аспан, бейбітшілік аспанның аясында қарсы алып, көрісіп тойлап жатырмыз. Менің көңіл күйім таңғы 6-дан бастап жақсы. Себебі біз бала кезімізде таңғы 6-да тұрып, анамыз үй ішімізбен, одан қалды көршілермен көрісуді үйретті. Содан кейін бала кезден қалған дағды 6-дан бастап үй ішіменен амандасып, көршілерменен, әріптестермен амандасып, енді осында Көктөбеге қала жұртымен және табиғатпен амандасуға көрісуге келдім. Осы көрісуді тойлап отырғанымыз бүгінгі алмағайып заманда бақыттың құшағында тойлап жатырмыз деп ойлар едім. Осы бақыттың құшағымыз баянды бола берсін, тыныштық, бірлік, мереке жасай берсін. Қазақ еліне береке, мерекелі өмір тілеймін.